Күйеуіңнің разылығы Алланың разылығы. Сондықтан күйеуіңе жасаған әр амалың, тіпті оған ұсақ бір затты әперуге жәрдемдескеніңнің өзі құлшылық болатынын ескер. Әрі күйеуіне бағынушы әйел жәннаттың қалаған есігінен кіретінін жадыңда ұста. Отағасының тамақ жейтін уақытына сақ бол. Ердің қарны тоқ болса, көңілі де жайлы, ашуы да тез тарқайды. Азаматыңның ұйықтайтын уақытына сақ бол. Өйткені тамағы тоқ, ұйқысы қанық, көңілі тояттаған ер қалағаныңды орындайды. Оған бір мәселе айтқың келсе, дәл осы сәтті пайдалан. Оның сырын сыртқа шығарушы болма. Әр оны басқа ортада мақтап, әр дайым тек жақсы қасиеттерін айтып жүр. Егер күйеуің үйге көңілсіз келсе, күліп қарсы алма. Ал қуанып келсе, тымырайған кейіппен күтіп алма. Әрі қиын жағдайда сүйенші бол. Жарыңның жүрегіне жол тапқың келсе, анасына лайықты құрмет жаса. Жақындарына мейірімді бол. Ал енеңнен жайсыз сөз естіп қалсаң, дәл осы сөзді менің анам айтса қалай болар еді деп бір сәт ойлан. Сонда ол сөз ренжуге тұрмайтын, болмашы нәрсе екеніне көзің жетеді. Күйеуіңнің разылығын өзіңнің хақыңнан жоғары қой. Жарыңды қаншалықты сыйласаң, Алла алдында соншалықты құрметті боласың. Қайбір әйел осы әрекеттерді жасаса, оның ері үйіне асығып тұрады. Әрі ол әйел күйеуін сиқырлап алады. Шариғаттағы рұқсат етілген жалғыз сиқыр осы деген екен ислам ғалымдары.